Тестостеронның сізде төмен екенін қалай білуге болады? Тестостерон бала кезден бастап ер адамның сыртқы түріне, жыныстық жетілуіне және күш-қуатының көбеюіне әсер ететін негізгі еркек гормоны болып табылады. Бұл гормонды аталық безде лейдинг жасушалары өндіреді. Ер адамның денесіндегі тестостерон жетіспеушілігі ауыр асқынуларға әкелуі мүмкін, сондықтан мәселені уақытылы шешу керек. Денедегі тестостерон қызметі. Тестостерон сөзі күшті анаболиктер болып табылатын әртүрлі формадағы стероидты гормондардың бүкіл тобын білдіреді. Бұл зат адам денесінің жасушаларында көптеген ақуыздардың синтезін ынталандырады. Тестостерон регенерация, тіндердің өсуі процестерін белсендіреді, ядроларға енеді және 146-дан астам генді іске қосады. Стероидты гормондар ерлердің денсаулығына ғана емес, бүкіл дененің күйіне де әсер етеді деп айтуға болады. Тестостерон тапшылығының себептері. Клиникалық жағдайлардың басым көпшілігі жасқа байланысты өзгерістер болып табылады. Андроген тапшылығы ерлерде 30 жастан кейін байқалады. Белсенді заттардың өндірісі жыл сайын шамамен 1%-ға баяулайды. 40 жастан асқан кезде гормон синтезінің деңгейі жылына 1,5% төмендейді. Бұл репродуктивті функцияның төмендеуімен байланысты. Тестостерон тапшылығының басқа ықтимал себептері. Медициналық себептер бойынша аталық безді хирургияға алып тастау, жаман әдеттер, темекі шегу, алкогольді, психотроптық заттарды қолдану, отырықшы өмір салты, отырықшы жұмыс, тұрғылықты ауданындағы қолайсыз экологиялық жағдай, қауіпті және зиянды өндірістік факторлармен, улы заттармен жұмыс жасау, гипертония, жүрек-қан тамыр аурулары, дәрілік заттарды, опиоидтарды, кортикостероидтарды, кетоконазолды, гормондарды медициналық тағайындаусыз өз бетінше қабылдау. Тестостеронды бұзатын қандағы билирубиннің жоғары деңгейі, бүйрек жеткіліксіздігі, эндокриндік аурулар, гормоналды фонның өзгеруіне байланысты патологиялар, семіздік, қант диабеті, инфекциялық қабынбалы аурулармен ауыру, қандағы липопротеин деңгейінің жоғарылауы, Даун, Калман, Клайнфельтер синдромы сияқты генетикалық патологиялар жатады. Физикалық факторлардан басқа тестостеронның жетіспеушілігі психологиялық себептерде тудыруы мүмкін. Егер ер адам үнемі күйзеліске, депрессияға ұшыраса, адреналин оның қанына белсенді енеді. Бұл гормон андроген жеткілікті мөлшерде өндірілсе де, тестостеронды блоктауға қабілетті. Яғни қандағы андроген гормонын басып тастайды. Салдары андроген гормонының жеткіліксіздігі туындайды. Тестостерон тапшылығының белгілеріне тоқталсақ, гормондардың жетіспеушілігінің белгілі себептерге байланысты. Егер тестостерон синтезі генетикалық ауытқуларға байланысты баяуласа, онда ер адам тапшылықтың айқын сыртқы белгілерін көрсетеді. Олар әйел типі бойынша жыныс мүшелерінің қалыптасуы, бел аймағындағы майлы тіндердің жиналуы, пенис пен аталық бездің дамымауы, шынайы немесе жалған гермафродитизм. Ол дегеніміз науқаста әйелдердің де ерлердің де сыртқы жыныс мүшелерінің бар болуы. Жасөспірім кезіндегі гормон тапшылығының белгілері. Бұл жыныс мүшелерінің өсуінің баяулауы, дененің субтильділігі. Баланың фигурасы әйел түріне қарай дамиды. Оның жамбастары кеңейіп, аяқтары толып, екінші жыныстық белгілері болмайды. Тестостерон тапшылығының нақты белгілерінің бірі дауыстың жіңішке әрі әлсіз нәзік болып шығуы. Гормоналды фонның бұзылуы ересек адамның мінезіне де әсер етеді. Олар эмоционалдылықтың жоғарылауы, сентименталдылық, көңіл-күйдің өзгеруі, ұйқының бұзылуы, депрессия, жылау, ауыспалы көңіл-күй, суицидтік көңіл-күй, ойдың шашырауы, бір іске назар аудара алмау жатады. Ересек жастағы ер адамда тестостерон жетіспеушілігінің белгілеріне бұлшықет өсуінің болмауы, кеудедегі, бастағы, қолдардағы және аяқтардағы шаштың түсуі, сүт бездерінің ұлғаюы, гинекомастия, терлеудің жоғарылауы, зат алмасу процестерінің бұзылуы қосылады. Жүрек жағынан аритмия, тахикардия, кардиалгиямен көрінеді. Жетіспеушілік дамыған сайын науқас интимдік өмірде қиындықтарға тап бола бастайды. Ер адамда тестостерон жетіспеушілігінің симптомы потенциалдың төмендеуі, жыныстық әлсіздік, ерте эякуляция, бедеулік болуы мүмкін. Тестостерон тапшылығын емдемесе не болады? Андрогеннің төмен деңгейі ер адамның өмір сапасына әсер етеді. Сондықтан тестостерон тапшылығын емдеуді мүмкіндігінше ерте бастау керек. Гормоналды бұзылыстар қант диабеті, жүрек және қан тамырлары аурулары сияқты асқынуларға әкелуі мүмкін. Емдеу болмаған жағдайда тестостерон тапшылығы зат алмасулық бұзылыстар болады.
Уақыт өте келе қан қысымының жоғарылауы инсультке дейін артады. Емдеусіз тірек қимыл аппаратының патологиялары дамиды. Ер адамның бұлшық еттері әлсірейді, сүйек тығыздығы төмендейді. Науқастар буындар мен аяқ-қолдарының ауырсынуына шағымданады. Гормондардың жетіспеушілігі тіндер мен жасушалардың трофикасын бұзады. Науқастың терісі кебеді, шашы сынғыш болады, бетінде ерте әжімдер пайда болады. Алдын алу үшін не істейміз? Тестостеронның төмен деңгейі көп жағдайда гормоналды емес агенттермен емделеді. Көптеген ер адамдар үшін ұйқы режимін сақтау керек. Көбірек таза ауада серуендеу, салауатты өмір салтын ұстану, дұрыс тамақтану мен зиянды әдеттерден бас тарту жеткілікті. Бірте-бірте гормондардың деңгейі дәрі-дәрмексіз қалпына келеді, жыныстық белсенділік қалпына келеді. Тұрақты жыныстық қатынас тестостерон деңгейін жоғарылатуға көмектеседі. Тұрақты жыныстық қатынас болуы өте маңызды. Құрметті достар, сіздерге видео пайдалы болған болса, лайк басып коммент қалдырыңыз. Арнаға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуіңізді сұраймын. Дендеріңіз сау болсын.